Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Арзан препараттар тақырыбын жалғастыра отырып, бүгін біз сізге дерматологияда, гинекологияда, проктологияда және тіпті косметологияда жақсы жергілікті қолданысқа ие әмбебап өнім туралы айтқымыз келеді. Бұл әрине синтомицин. Ол 80 жылдан астам уақыт бойы медицинада сәтті қолданылып келеді және бүгінгі күні басқа аналогтармен салыстырғанда тиімді және ең бастысы қымбат емес дәрі болып табылады. Синтомицин дегеніміз не? Несімен пайдалы? Қандай ауруларға және оны қалай қолдануға болады? Сондай-ақ қандай қарсы көрсеткіштері бар? Осы сұрақтардың барлығына жауаптарды білгіңіз келсе, арнаны ауыстырмаңыз. Және бейненің соңында біз оны қолданудың тиімді әдістері туралы айтып береміз. Ал біз көрсететін ақпарат нұсқаулықта мүлдем жазылмағанын біле жүріңіздер. Синтомицин дегеніміз не? Синтомициннің негізгі компоненті хлорамфеникол. Ол бактерияларды жоюға көмектеседі және олардың эпидермис жасушаларында одан әрі дамуын тоқтатады. Хлорамфеникол антибиотик болып табылады. Кең спектрлы бактерияға қарсы түссіз әрі кристалдардан жасалған дәмі өте ащы болып келеді. Ол алғашқы рет 1947 жылы актиномицет деп аталатын заттың сұйықтығынан алынған. Құрамындағы кетамин заты терінің қызаруын болдырмайтын және эпидермисті ылғалдандыратын әрі табиғи компонент болып табылады. Кетамин сонымен қатар емдеуден кейін қабыршықтану немесе пигментация қаупін айтарлықтай төмендетеді. Құрамындағы новокаин терінің зақымдану аймағындағы ауырсынуды басады. Синтомицин жақпасының бұл құрамы көптеген бактериялар және вирустармен тиімді күресуге мүмкіндік береді. Өнімнің концентрациясы 1-5-10% болып келеді. Бұл антибиотиктің мөлшеріне байланысты. Препарат жақпа, эмульсия және қынаптық шамдар ретінде қолжетімді. Синтомициннің пайдалы қасиеттері. Синтомицин жақпасы бұл күшті микробқа қарсы және жергілікті бактерияға қарсы препарат болып табылады. Ол терідегі қабыну процестерін жеңе алады. Синтомицин жақпасының негізгі компоненті эпидермис қабаттарына ену қабілеті жоғары антибиотик болып табылады. Бұл аурудың дамуының сыртқы факторларымен ғана емес, сонымен қатар ішкі факторлармен де күресуге мүмкіндік береді. Косметологтар мен дерматологтар бұл жақпаны жақсы көреді, өйткені ол ағзаға жақсы төзімді, мүмкіндігінше тиімді болып қалады. Синтомицинді қабылдаудың тағы бір айқын артықшылығы, оны ауырсынуды басатын дәрі ретінде де қолдануға болады. Құрамына кіретін табиғи компоненттер эпидермиске мұқият күтім жасайды және теріні ылғалдандырады. Ол операциядан, тігістер мен шунттардан кейін емдік және профилактикалық мақсатта қолданылуы мүмкін. Синтомицин қандай аурулардан қолданылады? Препараттың әсер ету спектрі өте үлкен. Міне, препаратты қолданудың 10 тиімді әдісі. Бірінші, күнделікті өмірде алған жаралар. Барлық дерлік жараларды синтомицинмен күніне 1-2 рет жұқа қабатпен жағу арқылы емдеуге де болады. Бұл емделуге ықпал етеді және қайталама қабынуды алдын алады. Екінші, сызаттар, кесулер және күйіктер үшін. Мұндай жағдайда бірінші жараны жылы сумен және сабынмен жуу, кептіру және синтомицин жақпасын жұқа қабатпен жағу. Стерилді таңғышты үстіне қойып бірнеше сағат бойы осы күйде бекітіңіз. Көбінесе күйікке арналған синтомицин жақпасын бір рет қолдану қызаруды кетіруге және кесілген жерлерді немесе сызаттарды дезинфекциялауға жеткілікті болады. Үшінші, синусит кезінде. Мұрынға арналған синтомицин жақпасы халықтық медицинада жиі қолданылады. Дәрі-дәрмекті мақта тампонына жағып, оны синусқа терең батыру керек. Әрі қарай мұрынның екеуінде де 20 минут ұстаңыз және процедураны 5 күн бойы қайталаңыз. Оң әсерді емдеу басталғаннан кейін 2-3 күн ішінде байқауға болады. Бұл әдістің жанама әсері мұрында ащы дәмнің пайда болуы, бірақ бұл емдеу аяқталғаннан кейін бірден өтеді. Төртінші, безеулер мен қара нүктелерден. Бұл мәселе иммундық жүйенің дұрыс жұмыс істемеуінен туындайды. Сондықтан емдеуді іштен бастау керек. Ал синтомицин жақпасы оны сырттан жою үшін жақсы қосымша көмек болады. Терідегі жұқпалы ошақтарды емдеу үшін терінің қажетті аймағын мұқият жуып кептіру керек. Содан кейін мақтаға синтомицин жағып, оны теріге 4-6 сағатқа бекіту керек. Безеулерге арналған синтомицин жақпасымен емдеу 5 күн ішінде жүргізіледі. Бесінші, гинекологиялық ауруларды емдеу үшін. Синтомицин жақпасы жыныс мүшелеріндегі қабыну процестеріне де қолданылады.
Сонымен вульвит, вагинит және вульва-вагинитке синтомицинді қолдану ұсынылады. Сонымен қатар беттегі пигментті дақтардан да көмектеседі. Әдетте синтомицин жақпа құрамында кастор майы бар. Ал оның дәрумендері мен май қышқылдары коллаген өндірісін белсендіреді және терінің бояғыш пигменті меланин өндірісін тежейді. Соның арқасында тері ағарады және пигменттер тегістеледі. Алайда бұл препарат тәуелділікті тудыру мүмкін екендігін есте ұстаған жөн. Бұл сирек жағдайларда аллергиялық реакцияға келуі мүмкін. Ал оны сыртқы және ішкі жыныс мүшелерінің қабынуын тоқтату үшін шам, яғни свечкалар түрінде де қолдануға болады. 6. Эрозия мен тері жаралары үшін. Жақпа және эмульсия түрінде терінің әртүрлі эрозиялық және ойық жаралы зақымдануларында, соның ішінде трофикалық жараларда, жұқпалы зақымданулар аясында жараның пайда болуымен қызыл киек немесе лишманиоз сияқты терінің зардап шеккен аймақтарына қолданылады. 7. Геморрой кезінде. Синтомицинді геморрой кезінде қан кету, анальды жарықтар, тік ішектің эрозиясы, бастапқы сатыдағы парапроктитке күдік, сондай-ақ фистулалардың пайда болуы, параректальды аймақтың ауруларын емдеуде хирургиялық араласудан кейін оңалту үшін қолдануға болады. Жақпа сыртқы және ішкі геморройды емдеу үшін қолдануға рұқсат етіледі. Бірінші жағдайда анустың сыртқы жағы ғана өңделеді. Екінші жағдайда мақтадан тампон жасалып, жақпа маймен өңделеді және оны анусқа 20-25 минутқа енгізеді. Синтомицин жақпасын күніне 3-4 рет қолдануға болады, бірақ 5 күннен асырмау керек. Препаратты ұзақ уақыт қолданған кезде ондағы микрофлораның бұзылу қаупі туындайды. Өйткені дәрідегі белсенді компонент асқазан ішек жолдарының пайдалы бактерияларын да жойып жіберуі мүмкін. Ал бір рет емдеу үшін линемент түрінде тек 2-3 грамм препарат жеткілікті. 8. Операциядан кейінгі тегістерді өңдеу үшін. Синтомицин операциядан кейін зиянды микроорганизмдердің енуін алдын алу үшін жақсы қолданылады. Препаратпен операциядан кейінгі тігістер өңделеді және тез жазылып кетуіне септігін тигізеді. 9. Герпес кезінде. Жалпы қарапайым және айналмалы герпестің 2 рет қайталанып қабынуы пайда болған жағдайда қолдануға болады. Сондай қабыну ошақтары болған жерлерде терінің өзгеруін кетіруге көмектеседі. Терінің өңін тегістейді және қалыпқа келтіреді. 10. Респираторлық ауруларды алдын алу үшін. Мақта тампонына жағылады. Содан кейін мұрынның ішкі бөлігіне терең кіргізбей мұқият жағылады. Бұл өзіңізді және жақындарыңызды ауруды жұқтыру мүмкіндігінен қорғауға мүмкіндік береді. Мұндай манипуляцияны үйден шықпай тұрып 5 минут бұрын жасаған дұрыс. Ал сіз синтомицинді қалай қолданасыз? Комментарийде бөлісе кетіңіздер. Ал енді синтомициннің қандай қарсы көрсетілімдері бар екенін қарастырайық. Негізінен жақпа тек жергілікті әсер етеді. Алайда қанға аз мөлшерде белсенді зат түсуі мүмкін. Сондай-ақ жеке төзімсіздікті қышу түріндегі препаратқа әртүрлі аллергиялық реакцияларды тудыруы мүмкін. Ректалды ұзақ уақыт қолданған кезде асқазан ішек жолдарының жұмысында бұзылулар пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар қолдануға тағы қарсы көрсетілімдер ол балалық шақ, жүктілік, емізу кезеңі, жұлынның ішінде қан түзілу, бауыр және бүйрек жеткіліксіздігі, тері аурулары, грибок, псориаз және экзема болып табылады. Құрметті көрермендер, осымен бүгінгі шығарылым аяқталды. Роликті соңына дейін көргендерге, сондай-ақ арнаға тіркелгендерге ерекше алғыс білдіреміз. Бұл бейнені достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіздер. Әрқашан ең пайдалы нәрселерден хабардар болу үшін арнамыздан алыстамаңыздар. Келесі кездескенше аман, сау болыңыздар.